Бәріне сәлем. Алғашқы сапарым үшін шығарылымы болашақ аналар үшін керемет нұсқаулық. Рейске тіркелу кезінде айырбастау картасының түпнұсқасын міндетті түрде өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Айырбастау картасы болмаған жағдайда әуекомпания болашақ ананы рейске тіркемеуге құқылы. 22 аптаға дейін жүкті әйелдер дәрігердің саяхаттауға рұқсат берілгенін растайтын құжатсыз сапар шеге алады. 22 аптадан 34 аптаға дейін медициналық ұжымның жүктілік уақыты мен жүкті әйелдің саулығы туралы анықтамасымен саяхаттайды. Халықаралық бағыттарда сапар шегу үшін анықтама ағылшын тілінде болуы тиіс. Жүкті әйелдер бір нәрестелі жүктілік кезінде 34 аптадан бастап және 2 нәрестелі жүктілік кезінде 32 аптадан бастап құзыретті медициналық комиссияның жазбаша түрде шешімдері бойынша тасымалданады. Егер жүктілік кезінде асқынулар болса, сапар алдында дәрігермен кеңесу қажет. Жүкті жолаушылар апаттық шығу орындарын таңдай алмайды. Ережелерді сақтап, бізбен бірге қауіпсіз саяхаттаңыз.